Сәлем достар. Ал бүгінгі бізде менюде манты жасауды бастаймыз. Кемелонын алып, тостағымызға салып, су мен тұзға араластырып, қамыр жасай бастаймыз. Менімен бірге манты жасап тастаңыздар. Балалар өте жақсы көреді бізде мантыны. Мама, манты жасаш деп жүргендеріне қанша күн болды. Менің фигурама мән бермейміз. Туғаннан кейін осындай болып кетті фигура. Құдай қаласа жинақталып, фигурный болып шығам әлі алдарыңызға. Осылай қамырымыз дайындап қойып, пакетке салып қоямыз. Үйі қанғанша бір жарты сағат тұра тұрсын. Осылай өте қатты орау керек. Әйтсе қашып кетеді пакеттен шығып. Ал енді жарты сағат тұрды. Осылай пакеттен түсіріп аламыз. Жабысқып тұрды. Осылай түсіріп аламыз. Ары тартамыз, бері тартамыз. Өйстіп бір тастап жібереміз. Сөйтіп үшке бөле бастаймыз. Шейлап. Болса енді не істеп кеттің? Бөлсе десес үшке. Осылай үшке бөліп аламыз. Қолмен мыжғылап формасын шығарып қоямыз. Осылай жасай бересіздер. Өте әдемі болып шығады. Осылай. Тез шапылжымай. Керемет шығып жатыр ма? Ұнап жатыр ма сіздерге достар? Бұл енді қазақ пайызге манты болайын деп тұр, Құдай қаласа. Арттан жыбырлап жүрген қыздарым. Балам арасында жылап кетіп жатыр. Емізіп келе, оны жүгіріп барып келіп, мантыны деген зорға істеп жатыр. Айналайындар. Лайк басып, комментарий жазып, подписка басып кетіңіздер. Әне, әдемі қамыр. Арасында осылай фарш дайындап алдым. Қолдан өткіздім. Өткен серінен ағамыз содан ешкім кетпеңдер. Өткізіп, осылай енді оған қазір картошка нелерін тураймыз. Картошка пияздарын ашып, сәбізде араластырып жіберем ба деген ойлап, оны да қосып жібердім. Өте дәмі керемет болады. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Енді өзімше бірдеңелерді айтып отырмын ғой қыздарыма. Ана ойнаңдар, сәл көтере тұрыңдар, соскысын бере тұрыңдар, мансырдың деп. Хотя бы картошкаларын ашып алайын деп сөйтіп отырмын ғой енді. Осылай аши береміз. Тез іште айтарға әңгіме таппай жатыр мына жақта. Пиязымызды ашып аламыз осылай. Өзімнің түріме мән бермеңіздер. Арасында ар жүгіріп, бер жүгіріп жүріп істеп жатырмын. Қызымды магазинге жібергенмін. Магазиннен барып мантыны кетчуп, майонезсіз жей алмайды. Өздерінің керек заттарын әкеп жатыр. Пияз созып қалған пиязға жібергенмін еще. Осылай тез турап аламыз. Тез турайсыздар. Тез осылай. Күшті турап жатырмын ба? Сәбізімді турап алдым. Осылай картошкамды турап жатырмын. Енді картошка турап жатыр екен ғой.
саламыз. Картошканы көбейіп кетті ғой, че-то жоқ, көп емес. Қыздар өте жақсы көреді. Тез осылай турап тастаймыз. Әне осылай дайын болады. Дайындап болған соң тұз бұрыштарын сеуіп араластырамыз. Тез араластырып, аяқпен коляскадегі баланы тербетіп, уақыт жоқ қой бізде әйелдерде, ойпырмай. Осылай күшті болып дайын болады. Фаршын көптеп қосамыз. Фарштың дәмі өте керемет. Қолдан жасаған соң вообще тема. Ана картошка пияздарын тұзы аз болып қалды. Тағы тұз сеуіп жібердім. Зың. Күшті болып шығады осылай. Күшті тұрған фаршым. Қолдан жасаңыздар фаршты үйден. Өте керемет шығады. Осылай ұнды сеуіп жіберемін. Жаңағы бөліп болған қамырларымды алып, бірінші суаламды жая бастаймын. Осылай тез жайып аламыз. Өте күшті жайып тұрмын деп тұр мен. Қамырым өте керемет шығады. Артта шашылып жатқандарға мән бермейміз. Анау жинап аламыз. Қазір тамақ бәрін бітіріп болған соң. Тамақ деген соң осылай шашылады ғой енді. Әйелдердің тірлігі бітпейді ғой. Әне күшті болып тұр ана. Осылай жайып аламыз. Күшті жайып жатырмын енді. Өлдіріп. Әне күшті тиіп тастадық. 6 секундта дың етіп. Мантым керемет шықты. Осылай әдемі түйіп алдық. Оны 40 минут отқа жібереміз. Енді дайын болған түрін көресіздер. Әне күшті. Осылай мантоваркадан түсіріп аламыз. Астына кішкентай май жағып жіберемін. Мен подливтың майын құйып жіберемін ләгенге. Сол кезде күшті шығады манты астында. Суланбай әдемі болып тұрады, майланып. Осылай. Менде мына жерде үлкен леген. Соған 2 лист кетеді. 2 лист сап алдым. Енді бетіне подливын құя бастаймыз. Тамақ пісем деген подлив жасап алғам жаңа. Сәбізді теркадан өткізіп, помидор турап, пияз турап, енді зор болады. Мен кетчуп майонезбен жегенді ұнатпаймын. Подливпен жеген өте қатты ұнайды маған. Ал бізге ас болсын. Жандарым, ас болсын ал. Рахмет. Манты жейміз бүгін, е? Дәмді ма? Көріп қоймаңдар. Ас болсын. Рахмет. Күшті ма? Күшті ма, Сикош? Жан. Ас болсын. Рахмет де. Рахмет. Ас қойыңдар жан. İşin aşık koysam ıslak keser mamaya.
Ашып қойып. Базы кішкентай манты істеп сапты арасына. Біреу ақ істеген, өзіме. Мама, манты, что тебе что? Ой, манты ғой, кәдімгі манты ғой. Күшті ма? Күшті деп атыр. Жеп көрейін да? Мен бір тістеймін, Манты ғой кәдімгі. Манты ғой Әлі кәдімгі. бір тістеймін да, сосын саған берем, е? Біздің айғыз күшті. Аспас жеңді. Hadi mama desa. Minnoyu. Aşk. Kar mantı var. Yine kar mantı. Мантыны саған қылды. Же. Yeter şimdi şuna bütün dert suat. Күшті ма жыл? Hey. Mama demle. Жаным, дәмді дейді. Жаным. Mama da kolumuzdan istеген мантымызды бізде жеп. Кстати, мантым Mama, Alice сізге дәмді деп. Сосын Alice мама сізге отыр ма? Отыр же, жолсы отыр. Ол да кішкентай. Ол болса біреу ақ істеген. Mama yem çıldık dedim de nasıl mantın? Öyle mi soracağız? Kışta diyor lan. Mama tomato istesek? Mama tomato istesek? Кішкентай ма? Болды, осыдан кейін кішкентай істеймін. Алисан, үш-төртеуін жасап қоямын бұдан кейін, манты ма? Салып берсек, қамырынан салып бер. Көре? Біреу ғана сөзі. Ал бізге ас болсын. Сочный болды, сочный. Мама, как ты? Мама, да, сима, тут дома? Прям только. Мама, где ты? Ал. Атасың біз дейді қой. Енді мен өзім майонез алтын жүріп көрім. Майонез. Ja, бәрін жағылып үйге. Ja, майонез. Майонез жоқ одан. Майонез запиши. Папа да түйді. Иә. Папаның істеген бар. Но папаның шығамын кім? Мына өзім жасағым. Өзім жасағым. Папам өзім жасағым біліпті. Жеп алып қойбай. Мен қандай қызым майонез кетіп. Жерін қачып. Суатыр ғой. Мен ас түсті. Одан аңқын айтайын. Сен өзіңкін айтай беріңші. Мен арақтысың қарағым. Қайтасың? Өзің ұзбандар болды. Енді еттер түсіп кетіп отыр. Бетің қара отырып мүлде түсіп отыр. Айтам апа, амау. Ал. Сәтем. Слушай, қазір. Ужин. Кішай керек. Үйін еркесі ғой еркесі. Мамау. Үйін әдемі қыз ғой. Мама матты. Мама матты дәмді болыпты. Ужин. Рахмет. Жоқ, матты сізге. Мама матты тәтті болыпты сізге. Рахмет. Ас болсын. Мама. Шөлейт бар. Шашуды. Мама, матты жемеген. Үш күн ба, 2 күн ба болды ғой. Жайдай ма болып қалды. Өте маманың қолы босамайды. Мәсу. Балдан жұмсаймын. Жұмсай әкел бар еді жұмсаймын. Бұл ана же қоя сал. Біздің ашико деген күшті судың бәрін бір стаканда тұтатын ақылды ғой Найска. Әз деген қыз күшті күні. Мама! Не oldu? Aa. Çok vereyim ben. Mama aynı dostu ya. Ne dostu? Dostu mesmi diyor. Niye? Niye bu Aybar değil. Dostu soğan yeni karşı. Aybar? Aybar? Şimdi sen de dostum var. Aybar değil. Aybar. İyi oldu ya o ne var? Bilmiyorum ama ben okuştum da var.
Сен машиналар мен бірге айтады ол инат оттардың балсам тамақ жейтін кезде керек болады ғой тамақ жейтін кезде айтады ғой тамақты неме жасайтын айтып жатырмын неме ау